Қарақшылар дүкенді тонамақ болды, бірақ сатушының кім екенін білмеді. Түн, қала шетінде орналасқан кішкентай ғана дүкен. Жарығы әлсіз, сыртында жел баяу ұлып тұр. Көшеде адам жоқ. Сағат түнгі 2-ден асып кеткен. Бұл дүкенге әдетте тек кешіккен жолаушылар немесе жұмысынан шаршап қайтқан адамдар ғана кіретін. Бірақ бүгінгі түн ерекше. Дүкен ішінде жалғыз адам отыр. Жасы шамамен 60-тан асқан. Қарапайым киінген. Көзінде шаршағандық бар, бірақ бір түрлі сабырлы. Аты Қайрат. Ол осы дүкеннің сатушысы. Көп адам оны жай ғана зейнеткер деп ойлайды. Үндемейтін, тыныш, ешкімге зиян жоқ адам. Бірақ ешкім оның өткен өмірі туралы білмейді. Тыныштығын бұзған дауыс. Сыртта көлік тоқтады. Қара түсті нөмірі балшықпен жабылған, ішінен 3 жігіт түсті. Беттері жабық, қолдарында қару. Тез бітіріп кетеміз деді біреуі. Камера бар ма? Деді екіншісі. Бар болса да бәрібір деп үшіншісі күліп қойды. Олар есікті қатты итеріп ашты. Қоңырау сыңғырлады. Сатушының алғашқы реакциясы. Қайрат басын жай ғана көтерді. Қорқыныш жоқ, тек тыныш көзқарас. Қош келдіңдер, деді ол жай ғана. Қарақшылар бір-біріне қарап күлді. Ей, шал, кассаны аш, деді біреу айқайлап. Қайрат орнынан асықпай тұрды. Қанша керек, деді сабырмен. Барлығын. Жарайды. Ол кассаға қарай жүрді. Бірақ оның жүрісі бір түрлі еді. Өте сенімді, өте нақты. Бір нәрсе дұрыс емес еді. Қарақшылардың бірі күдіктене бастады. Ей, тоқта, жылдам. Қайрат тоқтады. Басын сәл ғана бұрып, асықпа, уақытың бар ғой, деді. Осы сөзден кейін дүкен ішіндегі атмосфера өзгеріп кетті. Ауа ауырлап кеткендей болды. Бір секунд бәрін өзгертті. Кенет бәрі өте жылдам болды. Қайрат кассаның астынан бір нәрсе суырып алды да тарс. Бірінші қарақшы жерге құлады. Тарс етіп, былай айтқанда атып жіберді. Қалған екеу не болғанын түсінбей қалды. Барлығы 3 секундқа жетпейтін уақытта аяқталды. Дүкен қайтадан тыныштыққа батты. Тірі қалғаны бір қарақшы ғана тірі қалды. Ол еденде жатып қолындағы қаруын түсіріп алды. Көздері қорқынышқа толы. Сен кімсің, деді дірілдеп. Қайрат баяу жақындады. Сендер қателестіңдер, деді ол. Ол жай дүкен емес. Өткен өмірдің көлеңкесі. Қайрат орындыққа отырды. Қаруды төмен түсіріп, бірақ дайын күйде ұстап тұр. Мен зейнеткермін, иә. Бірақ бұрын ол тоқтады. Снайпер болдым. Қарақшының демі тоқтап қала жаздады. Әскерде арнайы бөлімде. Бір оқ, бір нысана. Қателесуге болмайтын жұмыс. Оның көзі неге суық еді? Сендер мені қорқытамыз деп ойладыңдар ма? Мен соғысты көрдім. Адамдар қалай өлетінін көрдім. Қалай өмір үшін күресетінін де көрдім. Деп Қайраттың даусы баяу, бірақ өте ауыр естілді. Таңдау. Мен сені өлтірмеймін, деді ол. Қарақшы таң қалды. Неге? Себебі сен әлі таңдай аласың. Өміріңді өзгертуге. Полиция келді. Полицияның келуі. Қайрат телефонды алып полиция шақырды. Барлығы бітті, деді ол. Сыртта сирена дыбысы естілді. Соңғы сөз. Полиция келгенше Қайрат соңғы сөзін айтты. Есіңде болсын. Кейбір адамдар тыныш өмір сүреді. Бірақ бұлардың әлсіз екенін білдірмейді. Таң атқан сәт. Полиция қарақшыларды алып кетті. Дүкен қайтадан тыныш. Қайрат қайтадан орнына отырды. Сырттан күн шығып келе жатты. Кәдімгі күн басталды.
бірақ бұл түн ешқашан ұмытылмайды. Сонымен әңгімеміз аяқталды. Арнаға жазылып, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер.